Астанадан келіп, жәнегі Арабаева университетімен бірлесе 140 жыл, Ишенәлі Арабаевтың 140 жылдығына орай халықаралық конференция ұйымдастырып отырмыз. Осы конференцияға Қырғызстанның түкпір-түкпірінен келіп жатыр. Әр өңірінен мықты үздік студенттер, дарынды жастар келіп жатыр. Жәнегі осы Арабаева университетімен 2020 жылдан біз меморандум жасасқан болатынбыз. Сол меморандумның аясында конференциялар, осындай жобалар жүзеге асырып жатырмыз. Қазіргі сол негізгі конференцияның негізгі мақсаты жәнегі Ишенәлі Арабаевтың еңбектерін, осы қырғыз-қазақ байланыстарындағы қосқан үлесін, ағарту ісіне қосқан үлесін насихаттау болып табылады. Соны үздік жастарға жеткізу. Шадибекова Ханзада Шадибековна. Бобек организациясы менен биринчи жолу былтыр таанышканбыз. Ошол жерде көрүп, көптөгөн студенттер, ученыйлар сыйлыктарын, значокторун алышкан. Ошондо көрүп, биз дагы аябай ойлонгонбуз. Биз да тапшырсак болот экен, ушундай алсак болот экен деп ойлонгонбуз. Анан биз быйыл октябрларда тапшырдык. Анан бизге декабрда жооп келди. Сиздер өттүңүздөр деген. Биринчи ирет жакшы окуш керек. Албетте биринчи ирет окуу болуш керек. Андан кийин биз студент университеттин ичинде, университеттен сырткаркы иштерде, международный организацияларда, башка организацияларда иштеп, активный болуп жүргөндүгүбүз үчүн азыр биз ушул Бобектен өтүп, андан кийин ал атабыз да университеттен сырткаркы иштерде да активный болуш керек экен. Башка студенттерге айтарым, биринчи орунда окуу болуш керек, окууну жакшы окуш керек, баары беш болуш керек. Андан кийин ушул университеттин ичиндеги иштерге биздин университетибизди өнүктүрүшүбүз керек. Андан кийин мамлекетке, университеттен сырткаркы иштерге дагы катышыш керек, аракет кылыш керек.